мен Ая. Әже, сіз не істеп отырсыз? Мынау не? Бұл жын, Аятай. Жынды осылай жұмсартып түтіп, содан соң жіп қылып иіремін. Ал содан кейін мына... Ая жіптен мынау сияқты алаша тоқиды деп айтты емес пе әжем? Ұмытып қалдың ба? Дұрыс айтасың, құлыным. Айналайын, дұрыс айтасың, Әли. Ақылыңнан айналайын. Жыннен алаша да, жылы киімдер де тоқиды. Міне, Киім? Әже, қандай киім? күн суғанда тоңбас үшін киетін тоқыма, бөкебай, шылық, қолғап сияқты жылы киімдер тоқимын. Қандай қызық. Әже, біз де бұл жылы киімдерді киеміз бе? Құлыным, киесіңдер, құлындарым. Қыс келді, күн де суыды. Енді жылы киініп жүру керек. Жылы киімдерді мен сендерге тоқып, дайындап қойғанмын. Қане жүріңдер. Айналайындарым менің. Әжемнің сандығында бәрі бар. Қанекей. Ал, міне, мынау Әли саған, ал мынау саған, Аятай. Жастарың ұзақ болсын, киімдерің тозғақ болсын, құлындарым. Менікін Рахмет, әже. Әдемі екен. Әжетайым менің. Рахмет сізге. Жіннен тоқылған жып-жұмсақ әдемі екен. Маған соқ дайындап тұр. Керемет, әже. Ата, қараңызшы. Ата, көрдіңіз бе? Ата, қараңызшы. Әдемі ғой. Менікі әп-әдемі, ата. Айналайын балапандарым, құтты болсын. Әдемі екен. Құтты болсын. Рахмет, ата. Әжелерің шебер ғой. Ата, құтты болсын деген не? Қандай да бір жаңа киім кигенде, немесе жақсы бір жаңалықты істер, мейрамдар болғанда айтылатын ізгі тілек қой балам. Солай ма? Тілек екен ғой. Қандай қызық. Түсіндім, ата. Ая, киімің құтты болсын. Рахмет, аға. Саған да құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Иә, қылышын сүйретіп қыста жетті. Иә. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тәрі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Абай Құнанбайұлы. Қалай айтқан десеңші, ұлы Абайдай суретші бар ма шіркін? Ата, суретші дейсіз бе? Ол кім? Қандай суреттер салған? Біздің Әлиде үйдің, мәшиненің суретін жақсы салады ғой, ата, иә? Аттың да суретін салалам. Иә. Иә. Мен де суретшімін ғой, ата. Алтындарым ау, суретшім менің. Абайды суретші дегенім табиғатты, қыс мезгілін осынша әсерлі өлең жолдарымен шебер суреттеп әдемі жеткізе білгенін айтқаным ғой. Ата, Абай деген кім? Иә. Бері жақындаңдар. Міне, Абай Құнанбайұлы деген қазақтың ұлы ақыны осы. Ата екен, иә? Ал ақын дегенше, ол не? Ақын деп осындай әдемі өлең жазатын адамды айтады. Абай ата, Абай ақын. Ата, неге ұлы дейсіз? Ұлы деген сөз кез келген адамға айтыла бермейді, балам. Солай ма? Абайды ұлы дегенім, оны ақындардың ақыны, мықтылардың мықтысы, үлкен ақын дегенім ғой. Иә, үлкен ақын. Түсіндім. Солай. Үлкен ақын. Ата. Үлкен. Ата, қыз туралы мен де өлең білем. Әжем үйреткен. Айтып берейінші. Ойта ғой, Ая, балапан. әппақ-әппақты ма? Қане? Әндетіп бірге айтайықшы, Ая. Тамашалап көрейік. Аппақ-аппақ жапалақтап қар жауады тынбастан. Қалың орман қар жамылған, маужырайды түнгі аспан. Ел билейік, үйренейік, ол келгенше жаңа жыр.
Ата, әже, Бәрекелді. Өркендерің Бәрекелді өссін. балам. Рахмет. Бұл жаңа жыл мерекесінде айтатын әндерің болар. Я, ата, жаңа жылдық ән. Қолында. Жаңа жылда осы әнді айтып береміз. Сосын мен Әлиді бұлай таныстырамын. Алдарыңызда аттың суретін салатын ұлы суретші Әли. Ая, қой деймін. Мазақтама. Қоймаймын, ля-ля-ля. Мазақтама деймін, Ая. Қойыңдар деймін. Али. Көресің қазір. Ая, Мазақтама деймін. қойыңдар Қазір деймін. ұстап алам. Айналайын. Адамды айналмаңдар. Адамды айналуға болмайды. Мыналар қайтеді? Атасау, мына құлыншақтар қояма қоймай ма? Әли, Айтсақ енді. ойнағыларың келіп тұра байқайын. Зеріктіңдер ме? Алайын балапандарым мен. Ендеше далаға шығып біраз бой жазайық. Оу, Далаға. Аға, абайлап ойнаңдар. Мен кеттім бірінші боп Қолымдарым жүгірем далаға. Құлыншақтарым. Ата, дала әппақ қой. Я, Деген керемет. әппақ. Ғажап. Алақа! Әли, қайда кеттің? Қайда? Тоқта, тоңасың деймін. Қайт үйге. Ата, мен де кеттім. Ай, мыналар қайтеді? Тоңып қалатын болды. Әппақ екен. Қарап па. Аға, мен тоңып кеттім. Мен де. Салқын екен, кеттік. Ата, тоңдым. Қалай екен? Аяз шымшып алды ма? Тоңып кеттім. Әже. Ау, балапандарым ау, бұларың қалай? Ауырып қаласыңдар ғой. Далаға жылы киініп шығу керек. Ай, балапандарым ау. Қарды бассаң сықыр етеді екен, әже. Сенен дала деген сылып. Ой, тоңдым. Әже, ата, далаға жылы киім киіп шықсақ бола ма? Әли аға, жылы киім киікші, я? Жарай ма? Жарайды. Әрине киініп шығу керек. Уақыт мол бөлеміз, қызығын көреміз, сарайында шыңдалып, шыңғыр болып денеміз. Аппақ дала, аппақ ауыл қала, жапалақта бақшаға, жауа берсін жауа. Көңіліміз қаласа, сыртқа шығып таласа, ара кісіп ойнаймыз, қыстың күні тамаша, тамаша. Жылдосылай келеді, көп қуаныш береді, шашу еді біздерге ақ күмісін төгеді. Аппақ дала, аппақ ауыл қала, жапалақта бақшаға, жауа берсін жауа. Көңіліміз қаласа, сыртқа шығып таласа, ара кісіп ойнаймыз, қыстың күні тамаша, тамаша. Аға, сталдың ба? Аға, не достарымыз келе жатыр. Көшегім. Көшегім менің. Сәлем, достар. Бірге ойнайықшы. Әрине ойнайық. Ал қандай ойын ойнаймыз? Білмеймін. Бәріміз шанаймен сырғанап ойнасақ ше? Я, қызық болады. Мен шанаға сыймаймын ғой. Достар, сендер шанаға отырыңдар, ал мен сүйрейін. Қызық болады, я? Қабылдан ақыл, ботақаным менің. Отырыңдар. Достар, мұқтап ұстап алыңдар. Кеттік!